Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында барлық мұсылмандарды жинап, жорыққа шығуды әмір етеді. Әрине, сапарға шығар кезінде Пайғамбарымыз саллаллаху сахабаларына ерік береді. Шамаларыңыз жетсе, ораза ұстаңдар, шамаларың жетпесе, ауыздарыңызды ашуға рұқсат деп. Пайғамбарымыз саллаллаху бүкіл сахабалармен бірге жорыққа аттанады, ұзақ бір жол жүреді. Кешке қарай Пайғамбарымыз саллаллаху сахабаларына әмір етеді, осы жерге шатырларымызды тігіп, осы жерге барлықтарымыз демаламыз деп. Әлгі ораза ұстаушылар сол жерге тұра сала жерге шаршағаннан құлайды. Әлгі ораза ұстамайтын, аузы бере емес сахабалар шатырларын тігіп, сол жерде қызметтерін жасай бастайды. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды көріп, былай деген екен: «Захаба муфтируна аль-яум бил аджр». Ораза ұстамағандар бүгін сауапта солар иемденді деп айтқан. Сондықтан да Рамазан айы келді деп таңнан кешке дейін ұйықтап қалмайық. Рамазан айы келді деп хайырлы, ихсан, жақсы ізгі амалдардан қорғалып қалмайық, құрметті жамағат. Мен оразамын деп жалқауланып үйде жатып қалмайық. Баршаңызды Аллах Тағала оразаларыңызға қабыл етсін. Ахире дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.